Баршаңызға қайырлы күн, менің есімім Айгерім. Сіздермен бүгін қасықтарды қалай оңай әрі тез тазалауға болатынымен бөлісетін боламын. Инстаграм желісіндегі парақшам Айгерім Асылбек, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Қасықтарды жууға бізге тұз, ас содасы және фольга керек. Қасықтарымыз толығымен бататындай үлкен ыдыстың түбіне фольганы төсеміз және қасықтарымызды саламыз. Үстінен тұз және ас содасын саламыз. Қасықтарымыз толығымен суға батқанша үстіне қайнап тұрған су құямыз. Менде 1,5-2 литрдай су кетті. Шамамен 25-30 минуттай ыдыстың бетін жауып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қасықтарды губканың қатты жағымен немесе щеткамен жақсылап ысып жуып аламыз. Қасықтан кетпей қалған дақтардың барлығы оңай езіледі, оңай кетеді. Болған соң барлығын салқын ағынды суда жақсылап шайқауымыз қажет. Жуылған таза қасықтарымызды жақсылап кептіреміз. Нәтижесі керемет. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Назарларыңызға көп рахмет.